Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер? Бүгін біз күнделік кезеттен қалай оқушыны шығару керектігін айтатын боламыз. Ең алдымен бізге осындай бастапқы мәзірге өтеміз, одан кейін әкімшілік ету батырмасын басамыз, ары қарай адамдар тізіміне өтеміз. Осы жерден өзімізге керекті оқушының аты жөнін жазатын боламыз. Және де табу батырмасын басатын боламыз. Және де керек оқушыны үстінен басамыз. Осы жерде байқасаңыздар, мектептен шығару батырмасын басамыз. Ары қарай оқудан шығару типі нақты. Және де шығатын күнін нақты белгілейміз. Ары қарай шығу себебін белгілейтін боламыз. Бұйрық, 55-ші бұйрық. Ары қарай тағы да шығатын күні. Осыдан кейін әрі қарай батырмасын басамыз. Нақты шығару керектігін сізден сұрайды. Және де шығару батырмасын басып келісетін боласыз. Осыдан кейін оқушы мектептен шығарылады. Және де осылай сәтті шығару процесі өтеді. Құрметті мұғалім, арнамызға тіркеліп алыңыз.